Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай база шапка бейне тоқитын боламыз. Бұл шапка кез келген сырт киіммен үйлесе береді. Видеоны көріп бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің таңдап алған жібім Alize Lana Gold 100 грамда 240 метр, крючоктың номері 4,5 мм. Жібіміздің құрамы 49% шерсть, 51% акрил. Шапкамыз бір қайырылған болады, яғни с одним отворотом. Шапканың жалпы биіктігі 29-30 см болу керек. Біз соған сәйкес келетін цепочка из воздушных петель тоқып аламыз. Цепочка из воздушных петельді тоқылу жолы менің каналымда бар, сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Міне осылайша біз өзімізге қажет биіктікті тоқып аламыз. Сызғышпен өлшегенде 29-30 см болу керек. Қыздар, мен 29 см тоқыдым, ол менде 48 воздушный петля болды. Міне цепочка из воздушных петель. Енді осыған біз бірінші қатарды тоқып бастаймыз. Ол үшін бір воздушный петля для подъема. Міне осылайша. Енді осының жанындағы, бұған еш нәрсе тоқымаймыз, жанындағы воздушный петляға біртіндеп бір столбик без накида тоқып шығамыз. Ол крючокты воздушный петляға енгізіп, жұмыс жібін алып шығамыз. Міне 2 петля болды. Осыны жұмыс жібінен жаңадан іліп крючогымызға екеуінен шығарамыз. Бір столбик без накида пайда болды. Екіншісін жанындағы міне воздушный петляға крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін шығарамыз. Енді осы 2 петляны жаңадан жұмыс жібінен шығарамыз. Екінші столбик без накида пайда болды. Осылайша жанындағы үшінші воздушный петляға крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін тартып аламыз. 2 петляны жаңадан жұмыс жібінен крючоктың көмегімен шығарамыз. Осылайша бізде столбик без накида тоқылады. Және бұны осы қатардың соңына дейін, бірақ 10 воздушный петля қалғанға дейін ғана тоқимыз. Соңында 10 воздушный петляны тоқымай қалдырамыз. Міне қыздар, мен бірінші қатардың соңына жетіп қалдым. Өзім айтқандай 10 воздушный петля тоқымай қалдыру керекпін. Оны санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10-шы воздушный петляға дейін әлі 3 столбик без накида тоқуға болады. Осыны тоқып аламын. Енді 10 воздушный петля қалды менде. Осының біреуіне соединительный столбик тоқимын. Оны тоқу жолы міне крючогымды воздушный петляға енгіземін. Жұмыс жібін іліп, оны осы мына бірінші тұрған жұмыс жібінен де шығарамын. Осы соединительный столбик болды бізде. Енді бір воздушный петля для подъема. Осы жерде біздің бірінші қатарымыз аяқталды. Енді тоқымамызды бұрамыз. Осылайша бұрдық. Екінші қатарды тоқуға кірісеміз. Ол үшін міне біздің төбеде осылай косичка тәріздес болады тоқымамыз. Осы тоқыманың 2 косичканың біреуінен ғана, міне арғысынан, косичканың ортасынан біз мынау воздушный петля для подъемаға тиіспейміз. Жанында тұрған бұл столбик без накида. Осыған тоқи бастаймыз. Ол үшін жұмыс жібін, крючогымызды 2 косичканың ортасынан енгізіп, косичканың арғы жібінен крючогымызды жұмыс жібімен алып шығамыз. Міне бізде 2 петля болды. Осы 2 петляны жаңадан жұмыс жібінен алып шығарамыз. Екіншісінде бір косичкамыз тұр. Міне оны ортасынан крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін крючокпен тартып, 2 петляны да жаңадан жұмыс жібінен шығарамыз. Осылайша үшіншісінде тоқимыз. Крючогымызды енгіземіз. Косичканың ортасынан жұмыс жібін алып, 2 петляны
жаңадан жұмыс жібінен шығарамыз. Қатардың соңына дейін осылайша әр косичканың ортасынан енгізіп, жұмыс жібін крючокпен тартып алып, екі петляны жаңадан жұмыс жібінен шығарып, осылайша қатардың соңына дейін міне әр петляға, әр косичкаға енгізе отырып, осы жерге дейін тоқимыз. Қыздар, міне екінші қатардың соңына да жетіп қалдым. Қазір мен соңғы столбик без накидаларды тоқимын. Енді ең соңында қалған міне столбик без накиданың несіне, косичкасынан мен жаңағыдай тек ортасынан енгізбеймін, енді екеуінің де астыңғы жағынан енгізіп, міне өз енетін несі орны бар, осы жерден екі косичканың міне екі косичканың астыңғы жағынан енгізіп, крючогымды жұмыс жібін алып, іліп, екі петляны жаңадан жұмыс жібінен шығарамын. Тек осы шапканың шеткі жағында ғана осылай жасаймын. Қалғандардан тек бір косичканың бөлігінен ғана тоқып шыға беремін. Бұл шапканың шеткі жағы. Енді петля для подъема жасаймын. Тоқмамды бұрамыз. Енді келесі үшінші қатарымызға екі косичканың астынан осылайша өткізіп, крючогымызды жұмыс жібін іліп шығамыз. Енді екі петляны да жұмыс жібінен шығарамыз. Осылай ғана болады. Тек осы шеткі ғана жол осындай. Ары қарай жаңағы біздің тоққан узорымызды қайталаймыз. Екі косичканың ортасынан енгізіп крючогымызды, жұмыс жібін іліп, екі петляны жаңадан жұмыс жібінен шығарамыз. Екі косичканың ортасынан енгізіп, жұмыс жібін іліп, екі петлядан жұмыс жібін шығарамыз. Тағы да екі петляның екі косичканың ортасынан енгізіп, екі петлядан шығарамыз. Осылайша қайталаймыз. Осы әдіспен қатардың соңына дейін міне осы тоқылмай қалған воздушный петляларымызға жеткенге дейін тоқимыз. Қыздар, біз қатарымыздың соңына жақындадық. Енді мына жерден до конца тоқып аламыз. Соңғысын міне тоқыдық. Енді қарап отырғандарыңыздай мынау бізде қалып бара жатқан осы петляларды тоқимыз. Ол үшін ең соңына дейін тоқып алған соң, жанында тұрған міне воздушный петля, осы воздушный петляға бір столбик без накида тоқимыз. Екі петляны шығардық. Міне. Ал соның жанында тұрғанға соединительный столбик тоқимыз. Ол крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп, енді осы жұмыс жібін петлядан шығарамыз. Осылайша бізде жаңағы қалған воздушный петляларға біреуіне столбик без накида, біреуіне соединительный столбик тоқыдық. Тоқымамызды бір воздушный петля жасап, бұрамыз. Енді келесі қатарға кірісеміз. Ол жаңағыдай бір воздушный петляға тиіспей, жанында тұрған міне столбик, воздушный петляға еш нәрсе тоқымаймыз. Жанында тұрған столбик без накидаға бағанағы біздің тоқып жатқан узорымызды қайталаймыз. Ол екі косичканың ортасынан енгізіп, крючогымыз жұмыс жібін іліп, екі петлядан шығарамыз. Жаңадан косичкаға ортасынан крючокты енгізіп, жұмыс жібін шығарып, екі петляны шығарамыз. Осылайша тағы да осы қатардың соңына дейін, осы жерге дейін тоқимыз. Қыздар, қатардың соңына жетіп қалдық. Екі столбик қалды менде. Осының біреуінен косичканың ортасынан кіргізіп, жұмыс жібін іліп сыртқа шығамыз. Ал ең соңғысына столбик без накиданың екі косичканың астыңғы жағынан крючогымыз енгізіп, жұмыс жібін іліп шығамыз. Енді осы екі петляны жаңадан жұмыс жібінен шығарамыз. Осылай біздің қатарымыз аяқталды. Бір воздушный петля для подъема, тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарды бағанағыдай көрсеткендей ең соңына дейін тоқимыз. Бірінші столбикті
жаңағы әдісті қайталаймыз. Екі косичканың астыңғы жағынан өткізіп, крючогымызды жаңа жұмыс жібін іліп шығамыз. Екі петлядан жіп іліп, крючокпен шығарамыз. Міне сонда бізде шеткі жағы түзу болады. Ары қарай екі косичканың ортасынан крючогымызды енгізіп, жаңа жұмыс жібін іліп, екі петляны жаңа жұмыс жібін іліп шығарамыз. Осылайша біз қатардың соңына дейін осы әдісті қайталап шығамыз. Қатарымыздың соңына жетіп қалдық. Осылайша қарағандарыңызда менде бірнеше воздушный столбик без накида қалды. Осыларды соңына дейін тоқимын. Ең соңында бір столбик без накида қалып кетпеу керек. Оған да мән беріңіздер. Осылайша бір столбикті тоқып аламыз. Енді бітті. Мына жақтағы воздушный петляға көшеміз. Ол үшін соңынан келе жатқан воздушный петля бізде мынау келесі. Осыған біз столбик без накида тоқимыз. Ал жанындағы біз соединительный столбик тоқимыз. Осылайша бізде қатарымыз аяқталды. Енді воздушный петля для подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарды дәл жаңағыдай екі косичканың ортасынан енгізіп тоқып кете береміз соңына дейін қатардың. Қатардың шетіне келдік. Түзу ғып тоқитын жағына. Әзірге осылай аяқтап аламыз. Міне. Енді ең соңғы столбиктің екі косичканың астыңғы жағынан жаңа айтқандай крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Екі петлядан да жаңа жұмыс жібін шығарамыз. Осылайша біздің қатар аяқталды. Воздушный петля для подъема. Тоқымамызды бұрып аламыз. Ары қарай тағы да екі косичканың астыңғы жағынан жұмыс жібін крючокпен іліп шығарамыз. Екі петлядан шығарамыз оны. Осылайша біздің бірінші қатарымыз басталды, жаңа қатарымыз. Ал кейінгісін тек қана ортасынан, косичканың ортасынан крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп шығара береміз. Осыны қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатарымыздың соңына да жеттік. Столбик без накиданы тоқып аяқтаймыз. Міне көрінбей қалған столбикті тоқу керек, оны да осылайша. Енді жаңа келе жатқан воздушный петляларымызды міне біреуіне алдымен столбик без накида тоқып аламыз. Ал соның жанындағы соединительный столбик тоқимыз. Сонымен біздің қатарымыз аяқталды. Тоқымамызды бір воздушный петля тоқып бұрып аламыз. Келесі қатарды косичканың ортасынан енгізе отырып, соңына дейін тоқимыз. Ең соңында осы жерде тағы да көрсетемін. Қыздар, шетіне жеттік қатардың. Косичканың екі ортасынан енгізіп, бір столбик без накида істедік. Ал соңғысына екі косичканың астыңғы жағынан, міне, осылайша крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп шығарамыз. Екі петляны жаңа жіптен шығарамыз. Осылайша қатар аяқталады, түзу болып. Міне, ал келесі қатарға бір воздушный петля для подъема. Тоқымамызды бұрамыз. Екі косичканың астыңғы жағынан енгіземіз. Жаңа жұмыс жібін іліп, осыдан екі петляны шығарамыз. Ал кейінгілерін тек қана, көрсетейін, кейінгілерін тек екі косичканың ортасынан енгізіп, осылай қатарымыздың соңына дейін тоқимыз. Осы жерге келгенде тағы да көрсетем. Қатардың соңына жетіп қалдық. Біз косичканың ортасынан енгізіп, столбик без накида тоқып аяқтаймыз. Осылайша
Енді екі келесі келе жатқан воздушный петляға бір столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгісіне жанына соединительный столбик тоқимыз. Сонда бізде ең соңында бір воздушный петля қалу керек. Столбик, воздушный петля для подъема тоқып, тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарымызды косичканың екі ортасынан енгізе отырып, крючогымызбен осылай енгізіп, жаңа жіпті іліп, шығарып, қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатарымыздың соңы екі косичканың ортасынан енгіздік, ал ең соңғы столбикті айтқандай, міне екі косичканың астыңғы жағынан крючокпен енгіземіз, жаңа жұмыс жібін шығарамыз, екі петляны жаңа жұмыс жібінен крючокпен шығарамыз. Осылайша бізде түзу қатар пайда болады. Петля для подъема жасаймыз, тоқымамызды бұрып аламыз. Енді мынау столбигімізге тағы да екі косичканың астыңғы жағынан крючогымыз енгізіп, жұмыс жібін шығарып, жаңадан крючокпен жұмыс жібін іліп шығарамыз. Ал кейінгілерін тек қана крючоктың косичканың ортасынан крючокпен енгізіп, жұмыс жібін шығарып, осылайша столбик без накиданы тоқып, осы қатардың соңына дейін келеміз. Қатарымыздың соңы екі столбикті тоқып аламын қазір. Біреу және соң жағында көрінбей қалатынды байқап қарап көріңіздер. Сонда бір столбик бар, осыны да тоқимыз. Косичканың ортасынан енгізіп. Енді мына жерде последний воздушный петля қалды, оған соединительный столбик тоқимыз. Ол міне крючогымыз енгізіп, осы жұмыс жібін шығарамыз крючоктан. Осылайша бізде шапкамыздың бірінші клині тоқылып бітті. Осындай клиннен 5 немесе 6 тоқимыз. Ол бұлай болады. Шапкамыз үстіп бір қайырылғанда міне с одним отворотом болады. Мынау төбе жағы, мынау төменгі жағы. Осылайша қазір біз артқа қарай жүреміз, тағы да тоқимыз. Воздушная петля для подъема. Так, воздушная петля для подъема жасаймыз. Тоқыманы бұрамыз. Енді қатардың соңына дейін осылай екі косичканың ортасынан жібімізді енгізе отырып, жаңа петляны шығарамыз. Тағы да косичканың ортасынан енгіземіз жұмыс жібін. Екі петляны жаңа жұмыс жібінен шығарамыз. Осылайша қатарымыздың соңына дейін тағы да тоқимыз. Қатарымыздың соңына жеттік. Столбик без накиданың косичкасының ортасынан енгізіп, екі петляны жаңа жұмыс жібінен шығарамыз. Және тағы да соны қайталаймыз. Міне. Ал ең соңғысына екі косичканың астыңғы жағынан крючогымызды енгізіп, жаңа жұмыс жібін іліп, екі петляны осы жаңа жұмыс жібімен шығарамыз. Міне бізде қатарымыз аяқталды. Енді бір воздушный петля для подъема, тоқымамызды бұрамыз. Ары қарай бірінші столбигіне екі косичканың астыңғы жағынан, яғни воздушный петляға тиіспейміз, тоқылған воздушный петлямыз тұрады. Соның жанында тұрған столбик без накиданың екі косичкасының астыңғы жағынан, міне екі косичканың астыңғы жағынан крючогымызды енгізіп, жаңа жұмыс жібін іліп шығарамыз. Екі петляны осы жаңа жұмыс жібін іліп, тағы да шығарамыз. Ал ары қарай тек қана косичканың ортасынан енгізе отырып крючогымызды. Міне осылайша қатарымызды жалғастырып тоқимыз. Осылай тоқып келеміз. Соңынан 10 столбикті тоқымай қалдырамыз. Сонда біз екінші клинді тоқып бастап кетеміз. Мен қатардың соңына келдім. Осылай тоқып, ары қарай қазір көрсетемін. 10 столбик без накида қалу керек. Осылайша енді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбик без накида тоқымай қалдырамыз. Яғни бізде мына жақта қайталанған нәрсені әр қатарды қайтадан тоқып шығамыз, жалғастырып. Тоқымамыздың
10 столбик без накида қалды. Осыған біреуіне соединительный столбик тоқимыз. Міне осылай. Соединительный столбик тоқыған соң, бір воздушная петля тоқып, тоқымамызды бұрамыз. Келесі қатарды басындағыдай тек қана косичканың ортасынан крючогымызды енгізіп, қатардың соңына дейін дәл осыны тоқып шығамыз. Осы қатардың соңы осылай аяқталады. Екі косичканың астыңғы жағынан енгізіп, ең соңғы столбикті. Міне, крючокпен жұмыс жібін шығарып, екі петляны жұмыс жібінен шығарамыз. Столбик для подъема, воздушный петля для подъема тоқып, тоқманы бұрамыз. Енді осы екі косичканың астыңғы жағынан тағы да крючокпен енгізіп, екі петляны жаңа жұмыс жібінен шығарамыз. Ары қарай тек қана екі косичканың ортасынан крючогымызды енгізіп, осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз, осы жерге дейін тоқимыз. Қатарымыздың соңғы петлялары қазір екі косичканың ортасынан енгізіп, соңында да міне бір столбик бар, осыны байқамай көрмей қалмаңыздар деп тағы да қайталағым келеді. Оны қалып кетсе, ол узорымыз әдемі болмай қалады, шапкамыз дұрыс аяқталмай қалады. Міне тоқып алдық. Келесі келе жатқан екі мынау столбик, міне тоқымай кеткен жақтан екеуінің біреуіне бірінші столбик без накида тоқимыз, косичканың ортасынан енгізіп, екіншісін соединительный столбик тоқимыз. Осылай. Міне, косичканың екі ортасынан ғана енгіземіз. Столбик для подъема, воздушный петля. Тоқымамызды бұрамыз. Ары қарай келесі столбик, міне столбикқа косичканың ортасынан енгізіп крючогымызды, жаңадан жұмыс жібін іліп, міне екі петлядан шығарамыз. Осылай тағы да қатарымызды аяқтап аламыз. Қатардың соңы ең соңғысына жеткенде екі косичканың астыңғы жағынан крючогымызды өткізіп, жаңа жұмыс жібін іліп, екі петляны жаңа жұмыс жібінен шығарамыз. Тоқымамызды бұрамыз, воздушный петля жасап. Енді екі косичканың астыңғы жағынан крючогымызды өткізіп, міне бірінші столбикті істедік. Ары қарай тек қана ортасынан енгізе отырып, қатарымызды тоқып, осы жерге дейін тағы да тоқимыз. Тоқманың соңына жеттік. Енді бізге келе жатқан екі столбиктің біреуіне столбик без накида тоқимыз, косичканың ортасынан енгізіп, екіншісіне соединительный столбик тоқимыз. Міне қатарымызды аяқтап аламыз осылай. Енді бір воздушный петля для подъема тоқып, тоқымамызды бұрамыз. Келесісін жаңағы узорды қайталап келіп, ең соңына жеткенде қайырылып, мен айтқандай, сосын осы жерге дейін тағы тоқимыз келіп. Қыздар, тоқыманың соңына жеттім. Қатардың екі столбикке, келе жатқан екі столбикке біреуіне столбик без накиданы тоқимын, екіншісіне соединительный столбик тоқимын. Міне, бір воздушный петля для подъема жасап, тоқманы бұрып, келесі қатарды да осылайша міне косичканың екі ортасынан енгізіп узорымызды, осы узорды қайталай отыра қатардың соңына жетіп, өзіміздің үйреткендей қатарымызды түзу қылып істеу үшін мына жақтан екі косичканың астыңғы жағынан крючогымызбен өткізіп, ары қарай дәл осы узорды қайтып осы жерге келеміз. Міне қатарымыздың соңына келдік. Осылайша екі столбик қалды. Осыларды тоқып аяқтаймыз. Енді міне бізде ең соңында өзі 3 столбик без накида қалып тұр. Біз осының біреуіне столбик без накида тоқимыз, ал екіншісіне соединительный столбик тоқып, бір воздушная петля жасап, тоқымамызды бұрамыз. Ал ең соңындағы петляға қазір қайтып келеміз. Міне, енді екі косичканың ортасынан енгізіп,
осы қатардың соңына да осылай тоқи береміз. Соңына жетіп, артқа бұрылып, қайтып келеміз. Осы жерде тағы да көрсетемін. Тоқымамыз аяқталып қалды. Қатарымыздың соңына жеттік. Осылайша бітіреміз. Міне, енді мына жақта қалған соңында қалған столбик без накидаға бір соединительный столбик тоқып аламыз. Осылайша, қыздар, бізде 2 клин тоқылды. Өзімізге қажет клинді тоқып аламыз. Ол немесе 5-6 клиннен тұруы мүмкін. Сіздер менің тоққаныма қарап, 3-ші, 4-ші, 5-ші қылып клиндерді тоқып кете бересіздер. Видеоны артқа айналдырсаңыздар, мына жақтан қалай басталды, соны сол ретпен тоқып кете берсеңіздер болады. Осылайша біздің бас киіміміздің линияларын тоқып бітірдім. Енді соединительный столбикпен 2 бетті қосып тоқып шығамын. Ол үшін жұмыс жібін, мынау петлямызды, крючогымызды қарама қарсы беттегі петляның астыңғы жағынан өткізіп, крючокпен тартып шығарамыз, және осыны жұмыс жібінен шығарамыз. Екіншісін көрсетейін. Мына жақта көрініп тұрғандай, міне косичка сияқты осы өрілгендердің тек біреуінен ғана, осы біріншілерінен үстіп іліп, екінші қарама қарсы беттегі петляларға енгізе отырып қосып шығамыз. Міне бірінші петлясын аламын, және қарама қарсы бетте осындай крючок өзі арнайы кіретін орны бар. Осы жерден тартып, жұмыс жібін екіншісінен де тартып, және крючогымыздағы мынау жұмыс петлясынан шығарамыз. Тағы көрсетемін. Міне бірінші петляны ілдік. Қарама қарсы беттегі іліп жұмыс жібін шығарамыз. Және осы жұмыс жібін петлямыздан да шығарамыз. Осылайша бізде соединительный столбик болып тоқылады. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Тоқудың соңына келдік. 2-3 петля қалды. Қазір соны аяқтап, бас киімнің төбесін жабатын боламыз. Осылай тартып, жіпті шамалы ұзындау етіп қиып аламыз. Енді мынау басындағы жіппен соңғы жіпті бірге тігіп қойсақ, байлап қойсақ, сонда тоқымамыздың қазір біз төбесін жапқан кезде мына жақ тартылып қалмайды. Біздің түсірген тігісім тоқымамыз осы болды. Біркелкі әдемі болып тұрады. Енді мынау төбені жабу үшін әр петляға крючокпенен енгізе отырып, осы жұмыс жібін айналдыра өткізіп шығамыз. Міне бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петлямыз болады. Осы жерден жібімізді өткіземіз. Жіптерді өткізіп шығып жатырмын.
және ең соңында осы бастау алған жеріне қайтадан өткіземіз бір рет. Сонда біздің тоқымамыз ашылып қалмайды, төбе жағы ажырап қалмайды. Енді тоқымамызды тартып, міне бас киіміміз осылай жабылды. Осыны осы жіппенен түйіндеп, сосын артық жіптерді жасырып қоямыз. Міне қарап отқандарыңыздай ешқандай көрінбейді, төбесі полный жабылды. Енді жасыру үшін біз крючоктың көмегімен осылай петлялардың ұзына бойына, міне ұзын петлялары түскен қатарға орналастырып, үстіп тартамыз. Қажетті жасырып болған соң, қажетті несін алып жібін қалғанын қиып тастаймыз. Екінші жіпті басқа жағынан жасыруға болады. Осылайша енді бас киімді оң қаратып, барлық жағынан жабық, көріп отқандарыңыздай, енді қайырып, бір қайырып. Осымен біздің бас киім дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.